Бұл оқиға қаланың шетінде орналасқан ескі фермада орын алған. Адамдар арасында Кожаное лицо деген лақап атпен белгілі жұмбақ тұлға туралы аңыздар осы заманда тым көп тараған. Аңызға сенсек, бұл тіршілік өз құрбандарын таңдап, оларда еш ізі қалмай жоғалтып отырған. Ескі ферма түнде көлеңкелердің мекеніне айналып, онда кірген адам ешқашан қайта оралмайды деп айтылатын. Бұл оқиға 4 дос, Данияр, Ермек, Лиза және Әсел туралы. Олар жастары 25 шамасында көңілді топ еді. Үнемі жаңа жерлерге барып, шытырман оқиғаларға құмартатын. Олардың қорқынышты оқиғаларды тыңдап, аңыздарға сенуге бейімдігі аз болатын. Әсіресе Данияр мен Ермек үнемі күліп, осындай аңыздарды ойдан шығарылған деп әңгіме айтатын. Бірде олар Кожаное лицо туралы аңызды естіп, бұл оқиғада сенбестен, тіпті сол жерде түнде болып қайтуға шешім қабылдады. Әсел бұл жоспарға қатты алаңдады. Өйткені оның әжесі бұл аңыз туралы айтып, ол жерге ешқашан бармаңдар. Кожаное лицо өлгендердің беттерін, терісін сыпырып алады деп ескерткен еді. Бірақ достары оны сендіріп, бұл тек ертегі екенін айтып, бірге баруға ақыры көндірді. Түннің қараңғысында олар фермаға бет алды. Қала шетіндегі жолдар бос, ал аспан бұлтты еді. Ай көрінбейді. Тек алыста сирек жанып өшкен жылдыздар ғана көзге шалынды. Фермаға жеткенде олар орманның арасындағы ескі жолмен жүріп, ағаштар арасындағы солып қалған ғимараттарды көрді. Бұл жер мүлдем иесіз, ескі ғимараттарды шіріп, терезелер сынған күйде болатын. Даладағы салқын жел терезелерді қағып, түннің тыныштығын бұзды. «Мына жер шын мәнінде де қорқынышты екен», деді Лиза. «Қорқудың қажеті жоқ. Бұл жай ғана ескі ферма», деп Ермек күліп жауап берді. Олар ферма аумағына кіріп, есікке қарай жақындады. Есік сықырлап ашылып, үйдің ішінен жағымсыз көне иіс аңқып тұрды. Ішке кіргенде бәрі бұзылған, едендері шіріген, ал қабырғалары жұлым-жұлым болған. Бірақ ең бір ерекше нәрсе, қабырғаларда әр жерлерде адамның бетінің кескіндері, теріге ұқсас заттар ілулі тұрғанын байқады. «Бұл не өзі?» деді Әсел шошытып. «Бұл жай ғана өнер шығар. Біреу қорқыту үшін жасаған болар», деп күлді Данияр. Бірақ олардың күлкісі ұзаққа созылмады. Бір кезде сырттан ауыр қадамдардың дыбысы естілді. Бұл үйдің ішінде олардан басқа мүлдем ешкім болмады. Алайда бұл дыбыстар анық естіліп тұрды. Әлдекім сыртта жүргендей болды. Ермек терезеге жақындап сыртқа қарады. Бірақ ешқандай адам көрінбеді. Бірақ жүрек соғысы жиілеп, ол әлдебір белгісіз қатерді сезгендей болды. Ол осы сәтте сыртта әлдебір ауыр темір есік сықырлап ашылғандай дыбыс шықты. «Бұл не болды?» Данияр батылдық танытып сыртқа шығуды шешті. «Мен барып қайтамын. Бәлкім жел шығар. Қорықпаңдар», деді ол. Ол үйден шығып, ферма ауласын айнала қарап, ешкімді байқамады. Бірақ оның көзі алыстан көрінген көлеңкеге түсті. Ол өте биік, әлдебір үлкен фигураны көргендей болды. Бірақ көлеңке тым тез қозғалып, орманның ішіне кіріп кеткендей көрінді. Данияр ештеңе түсінбей, үйге қайта кіргенде, достарының жүздері бозарған күйде еді. Әсел дірілдеп, «Біз бұл жерден кетуіміз керек. Бір нәрсе дұрыс емес». Ермек оны сендіруге тырысты. Бірақ оның өзі қобалжығаны сезіліп тұрды. Олар тез арада кетуге дайындалды. Бірақ осы сәтте сырттағы ауыр есік тағы да сықырлап ашылғандай болды. Бұл жолы олар анық естіді. Әлде біреу фермаға жақындап келе жатты. Олар сыртқа қараған кезде алыстан тағы да сол үлкен көлеңке көрінді. Бұл көлеңке орманнан шығып, үйге қарай ақырын қозғалып келе жатты. Жанша үрейленген Лиза артқа шегініп, есікке жүгірмек болды. Бірақ оны Әсел тоқтатты. «Бұл Кожаное лицо болуы мүмкін», деді Әсел. «Қойшы, бұл мүмкін емес». Бірақ дауысы тым өзгеше екен. Көлеңке жақындаған сайын оның бойы анық көріне бастады. Бұл тіршілік адамның бойынан әлдеқайда биік, беті толық көрінбейтін, үлкен пальто киіп алған, ал қолдары ұзын әрі тырнақтары өткір болатын.
Оның қозғалысы баяу, бірақ өте сенімді еді. Ол әр қадам сайын жерге ауыр салмақ түсіргендей естілді. Енді ол толық көрінгенде олардың алдында не тұрғаны белгілі болды. Оның беті шынымен де теріден жасалғандай көрінді. Ол адамның бет терісін алып, оны өз бетіне маска ретінде жапсырып алғандай болатын. Қарулы қолдары ауыр шынжырды сүйретіп, үйдің алдында тоқтап тұрды. Данияр есікке қарай ұмтылды. Ол сыртқа шығуға тырысты, бірақ оның қолдары дірілдеп, есікті аша алмай қалды. Осы сәтте үлкен тіршілік оның алдына жетіп келді. Ол ақырын ғана қолын созып, ермекке қарай жақындады. «Жүгіріңдер!» Барлығы жанұшыра сыртқа жүгірді. Олар орманның ішіне кіріп, қараңғы түнде жанұшыра қаша бастады. Бірақ кожаное лицо олардың артынан қуды. Оның қадамдарының дыбысы жерге қатты тиіп, әр қадам сайын оның жақындап келе жатқанын сездірді. Әсел алға қарай жүгіріп бара жатқанда, аяқ астынан сүрініп құлап қалды. Лиза оны көтеруге тырысқанда, кожаное лицо жақындап келді. Ол ұзын қолдарын созып, Әселге қарай ұмтылды. Бірақ дәл сол сәтте ермек ағаштың бір бұтағын алып, оны тоқтатуға тырысты. Бірақ оның күшіне ештеңе әсер етпеді. Ол ермекті қағып жіберіп, Әселдің жанына жетті. Оның беті Әселдің бетіне қарай жақындап, әлде бір дыбыс шығарды. Бұл дыбыс адамның зардап шеккен айғайына ұқсайды. Әсел жанталасып, орнынан атып тұрып қашып кетті. Ермек те көтеріліп, оның соңынан ілесті. Олар бір кезде орманның шетіндегі жолға жетіп, енді кожаное лицоның артта қалып қойғанын сезді. Олар ауылға аман есен жеткенде түннің сұмдығынан қатты қорыққан еді. Кожаное лицо олардың орман ішінде қалдырды, бірақ бұл олардың соңғы кездесуі емес екенін білді. Енді бұл тылсым тіршілік олардың артынан қашанда аңдып жүретіндей көрінді. Осыдан кейін олар фермаға қайтып оралуға ешқандай батылы жетпеді, бірақ аңыз жалғызда белді. Көптеген адамдар ол жерге барып, енді қайта оралмағанын айтып жүр.